Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге мамандық таңдау айдары және мен Мамбетов Абзалбек, қонақта Шәкен Амантұров. Сәлеметсіз бе, Шәкен ағай, қош келдіңіз. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы. Өзің қалайсың? Керемет. Шәкен аға, жалпы сіздің ойыңызша актер деген кім және бұл мамандықтың мақсаты қандай? Актер деген мамандық. Бұл мамандықтың мақсаты әртүрлі кейіпкерлерді әртүрлі тағдырларға жан бітіру. Актер болу үшін ең маңыздысы не? Табиғи талант па, әлде күнделікті еңбек пе? Талант деген 1% болады, еңбек 99% болады. Сонымен бәрін қосқан кезде 100% болады. Сонда қалай 1% талантпен келесің, өмір бақи іздедесің, өмір бақи жүресің, толғанасың, жүрекке саласың, бойыңнан өткізесің, халыққа бересің. Жүректен не шығады, сол жүрекке жетеді. Сонда демек, талант емес, еңбектің арқасында келеді. Жалпы рөлге ену процесі қалай өтеді? Және бір кейіпкерге ену үшін актерға не істеу керек? Кейіпкерге ену үшін ең бірінші қойылымның алдында 2 сағат бұрын келіп, тексті қайталап, костюмді киіп, бетіңе гримді салып, іште дайын болып, қойылым басталған кезде сол кейіпкер болып енесің. Қойылым біткеннен кейін, бетіңнен гримді сүріп тастағаннан кейін, өз қайтадан адам болып шығасың. Рахмет. Және мен секілді актер болғысы келетін жас буынға қандай ақыл кеңес айтқыңыз келеді? Біріншіден, сен болашақта актер мамандығын таңдағаныңа мен өте қуаныштымын. Бірге талай сахнада бірге бағындыра береміз, бұйыртса қаласа. Сен сияқты актер мамандығын таңдаған болашақ жастарымызға айтарым, бағанағы айтқандай 1% талант, ішіңде барлығы қайнап жатады, бірақ дегенмен де барлығы еңбекпен келеді. Шелек тұзды жеп, вагон термен соны шығарасың. Демек қалай өмір бақи ізденесің, оңай жерде нан жоқ, сондықтан өнер жолы өте ауыр жол дейді. Сол жолға, сол ауырлыққа төтеп беремін, соған жігерім жетеді, мен болашақта өнер адам боламын дейтін болсаңдар, арттағы, алдағы барша қиыншылықтарға төтеп беруге күш-жігерлерің сарқылмасын. Рахмет. Баршаларыңызға рахмет, және Шәкен ағай, сізге де рахмет, сұхбатымызға келіскеніңізге. Саған рахмет. Рахмет. Осымен сұхбатымыз аяқталды. Сау болыңыздар.